Бәріңе сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде үй жинау болып жатыр. Мына жерде Раянаның заттары. Бізде детский бөлме әлі жоқ. Сондықтан да Раяна менің бөлмеме осылай өзінің заттарын орналастырып қойған. Әрине біз детский бөлме енді жасаймыз. Мен үшінші бөпеме аяғым ауыр болғаннан кейін енді екі бөпемізге детский бөлме жасап бергелі жатырмыз. Осы жылы 2020 жылы туған қызымыз бірінші классқа барады. Сондықтан да біз оған партасын, столын жақын арада алып беретін боламыз және детский комната жасап береміз деп шештік. Мен әлі үйіме ремонт жасатқан жоқпын. Негізінен эмульсиялап, кішкене жуып тазалап алуым керек және өзгертетін жерлер бар. Сол жерлерге ремонт жасауым керек. Үйдегі ер адамдардың барлығы жұмыста болғаннан кейін әзір ремонтты қоя тұрып отырмын. Ертең август айы болған кезде, сол кезде жасаймын деп. Осы жердегі кухнямды да әрі бері қозғатып өзгертуім керек. Оған да ер адамдардың күші керек маған. Ең маңызды жұмыс жасалатын жер ол менде осы кухня мен және душевой екеуін жөндеп алуым керек. Осы жазда міндетті түрде. Алла қаласа бөпемізді алғаннан кейін сол жерлерге бөпені шомылдырамыз. Сондықтан да маған көп аса ұнамай тұр ол жерлер. Және көгерген, сарғайған жерлері бар. Соның барлығын жөндеуіміз керек. Мына видеода анық көрінген қалай болып тұрғаны. Және осыған ванна қоямын деп шештік. Алла қаласа бір айдан кейін ремонт бастаған кезде соның барлығын жөндейтін боламын. Жаз айында балалар каникулда болғаннан кейін көршінің балалары келеді. Сырттан қонақтарымыз бар, келетін қайынсіңлілеріміз, қайнінілеріміз бар. Сондықтан да үйге барлығы қайтқаннан кейін барып ремонт жасағым келіп отыр. Бірінші сыныпқа баратын қызымызға жақындатып, кішкене атамыз бен енеміз және менің туатын күнім жақындаған кезде барып ремонт жасап, үйге біржолата кіргім келіп отыр. Негізі біз сарайда отырамыз, тамақты сол жақтан ішіп, үйге тек жатуға ғана келеміз. Сондықтан да осылай жасағым келіп отыр. Әлі бір ай бар мен ремонт жасауыма. Сондықтан асықпай осылай үйімді тек бір жинап алып тазартып қоямын. Ал ремонт жасаған кезде барлығын сіздерге көрсететін боламын. Кішкене өмірімді жеңілдету үшін минимализмге көшіп жатқан жайым бар. Үйдегі артық заттардың барлығын тастап жатырмын. Әрине ол ата-енемнің де заты бар, өзімнің де заттарым бар. Рұқсат сұраймыз, мынаны тастаймын, мынаны тастамаймын деп. Әрине ата-енем тастағысы келмейді. Өздерінің заты болғаннан кейін жайдан көнерген заттарды шығарып отырмын. Себебі оның барлығын шығарып пайдаланбай қайтадан кіргізу өте көп уақыт алады. Сондықтан да маған босанғаннан кейін де ол оңай емес, тек үйді жинастырып влажный уборка жасаған жақсы көремін. Сондықтан да минимализмге жайлап келіп жатырмыз. Негізі минимализм қазіргі қоғамға өте керекті нәрсе деп ойлаймын. Егер күніңді дұрыс пландасаң және минимализмге келген кезде ғана өзімізге уақыт бөлуге болады деп ойлаймын. Себебі біз ауылда тұрамыз. Ауылда білесіздер өздеріңізде тіршілік өте көп. 24/7 жұмыс істесең де ауылда жұмыс таусылмайды. Міндетті түрде бір нәрсе шығып тұрады. Соның барлығын таусамын дегенше, уже сенің күшің де, энергияң да қалмай қояды. Тем более баласы бар келіншектер өте қиын болады ол кісілерге. Сондықтан да мен минимализмді келуді жөн көрдім. Мынау менің 2 ай бұрынғы еккен гүлім. Енді әдемі болып шығып келе жатыр. Август-сентябрь айларында гүлдейді деген ойдамын. Әдемі гүлдер шығады деген ойдамын. Бірінші рет егіп тұрмын осылай гүлді есіктің алдына. Әдемі болып шығатын шығар. Гүлдің тұқымын енем көрші ападан сұрап берген. Бізде осылай жаңбыр жауып тұр. Неше күннен бері 2 күн 3 күн болды Қызылордада осылай нөсерлеп жауып тұр. Бұл Алланың нұры. Достар, менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.